Пайғамбарға қас болғандардың барлығын естелінбейді. Сау өліммен өлмейді ешқашан. Алла сақтасын. Жалпы бізде мынау қазір жер бетінде мұсылмандарды езіп жатырмыз деп ойлап жатыр ғой, жеңіп жатырмыз біз деп мұсылманды да. Ешкім жеңе алмайды мұсылмандарды. Алла тағала Құран кәрімде сендер иман келтірді екенсіңдер дейді. Болды, Алла сендерді бәрібір не істеп қояды дейді. Үстем қылып қояды дейді. Бүкіл адамзаттан үстем қылып қояды дейді. Мынау Хуляго деген білесіздер ғой. Хуляго деген Шыңғыс ханның немересі болған. Құлақты деп айтады қазақта оны. Сол Хуляго Бағдатты келіп қиратады ғой. Бағдат ол кезде мұсылмандар әлемінің несі болған? Астанасы болған. Ирактың астанасы қазіргі. Сол Бағдатты келіп қиратып, пәленбай миллион адамды өлтіреді бұлар. Сол кезде Хулагоның қызы қаланы аралап жүрген кезде Бағдатты. Ғалымның жанында бір топ адамдар отыр екен да, бір кісінің жанында үймелеп қалған бір топ адамдар отыр. Сонымен мыналар кімдер дейді ғой? Бұл мұсылмандардың ғалымы дейді. Осын шақыршы дейді да, мен көрсетейін бұларға дейді. Ана мұсылманның ғалымын алдына алдыртады. Сөйтеді айтады екен. Сендер Құдайға иман келтірген адамдар емессіңдер ме? Аллаға, иә? Біз Аллаға сенбейміз дейді. Бірақ көріп жатсың ба, жеңістің қаяқта болып жатқанын дейді да. Аллаға сенетіндерді дейді, Аллаға сенбейтіндер езіп жатыр ғой келіп дейді да. Өзінше енді күшті қылып айтып жатыр да. Алла сендердің құдайларың Құрандарыңда айтқан жоқ па? Алла тағаланың қолымен жеңіс беріледі мұсылмандарға деп. Қайда сол жеңіс дейді да. Енді бір қатырдым деп жатыр жаңағы бар ғой. Сонда жаңа ғалымның айтқан сөзін қарасаңызшы. Сендер дейді, сендер бейне бір ит сияқтысыңдар дейді. Біз қой сияқтымыз дейді да. Қойдың несі бар дейді? Бақташысы бар дейді. Қойдың бақташысы қойды бағып жүрген кезде қойлар шығып кете береді ғой неден? Отардан шығып кеткен кезде ана бақташы жүгіріп не қылып жүре ма бүйтіп? Отарға қайырып жүре ма? Жоқ, асыранды иттер болады ше. Ана жіберген кезде ана видеода да бар ғой, бір ит барлық отарды айдап алып келеді. Ана итті жіберген кезде ана ит отарға қайтадан қойларды тығып алып келеді дейді да. Отарға қосып жібереді дейді. Міне сондай дейді да. Құдай тағаланың салған мәнхаж жолынан дейді, біз шығып кетсек дейді, Алла тағала сендер сияқты иттерді жібереді бізді қайтадан өзіне қарай қайтару үшін деп айтты дейді да. Мұсылмандар ешқашан жеңілмейді деп айтты дейді. Соқсап мінекей мыналарда мұсылмандарды не істейміз деп жатыр? Езіп жеңеміз деп жатыр, бірақ жеңе алмайды. Бұл дін өйткені дінгеге қатаң кеткен, қозғалмайтын дінгеге Алладан келген асыл дін да. Жаратушының өзі істеген дін да бұны. Сондықтан бұны ешкім істей алмайды, құрта алмайды. Ауыздарымен үрлеп өшіргісі келеді, өшіре алмайды дейді Алла тағала Құранда айтады. Кәпірлер жек көрсе де Алла бұл дінді не істейді дейді, бәрібір үстем қылып қояды дейді.